Достар, бұл Есдәулеттің анасы, ал анасының мамасы. Құтты болсын айтып үйлеріне келіп жатырмыз. Шынымен қуанып жатырмыз. Кеше мамасы да жазып жатыр, өзі де айтып жатыр, балам үшін бірінші қатты уайымдады деп. Шынымен кез келген ана ең бірінші өзінің баласы үшін қатты уайымдайды. Ал бірақ анық қанығын білгеннен кейін, көршілердің чатын көргеннен кейін баласы үшін шынымен қуанып жатыр. Біз де шын қуаныштымыз, балаңызды сондай бір азамат, басқаларға көмектесетіндей, осы бір жүрегінде мейірімі бар жігіт етіп өсіріпсіз. Рахмет сізге. Өзіңіз қандай күйде болдыңыз кеше естіген кезде? Кеше естіген кезде мен негізі қалай айтушы еді, несерьезно восприняла басында. Енді айтқан кезде, құлаққа сөз келген кезде, Амбек кішкене Есдәулет өзі де мынадай қылжақпас, кішкене қылжаңдайды, кері кезде шутить етіп солай. Сосын ойладым, жай айтып жүрген шығар деп. Сосын мама чатты қараңызшы деп болмады. Сосын чатты қарап ашсам, көрдім видеоны. Шошып кеттім, сосын Есдәулет деп ұрыстым. Не құлақ қалсаң қайтесің, 7-ші этаж деп. Сосын кейін, жоқ мама, мен білем ғой енді. Қарадым, опора қатты екен, ұстайды екен білдім. Сосын кейін ана баланы қимадым. Сосын шықтым дейді, амал жоқ, істеймін деп. Сөйтіп кейін сабырға келіп, өз-өзімді сабырға шақырып түсіндім, менің өзім жасаған дұрыс болды негізі. Әр адамның қолынан келе бермейді. Сондықтан мақтан етемін олымды. Негізі осындай кішкентай балапандардың өмірлерін сақтап қалған үшін алғысымды айтамын, олыма бірінші үшін. Енді Есдәулетте түсініп тұрда, себебі өзінің бауырлары да бар. Есдәулет үйдің үлкені, кішкентай үйде тағы да бір ұлы бала бар. 3 қызыңыз бар, тағы да? Негізі біз өзі көп балалы отбасымыз. 4 қызым бар, 2 ұлым бар. 2 ұлы бар. Ең үлкен қызым 21-де, ұлдардан ең үлкені Есдәулет 17-де. Кіші ұлымыз 1 жаста. Машалла. Және сіздерге бір сүйінші жаңалығымыз бар, әзірге ешкім білмейтін шығар. Неге? Бұл жап-жаңа 3 бөлмелі пәтердің құжаты. Алла қаласа G-Park компаниясы Есдәулет бауырымызға пәтер сыйлап жатыр, анасына деген сияқты. Шын қуанып жатырмыз. Және де Есдәулет бұйырса жақсы оқу орнында грантта оқитын болады енді. Бүгін білім министрі шақырып Асхат Аймағамбетов бізге грант табыстады. Нархоз университетіне грант табыстап, соған қуанып жатырмыз. Және де сол G-Park компаниядан 3 бөлмелі пәтер беріп, на выбор өздері 2 ЖК берді, сол екеуін біреуін таңдаңыз деп 3 бөлмелі пәтер, 98 квадрат. Өте керемет, енді айтатын сөзім жетпейді. Нархозды өзі таңдады ма, Есдәулет? Нархозды уже министр өзі табыстады. Жақсы оқу орнында Есдәулет сол жерде оқысын деді. Топовый университеттердің бірі, білімі өте жақсы, білім сапасы жоғары, ертең жақсы маман болсын, біздің елімізге, мемлекетімізге осындай бір септігі тисін деп, именно нархозды министр мырза өзі таңдап, Есдәулетке осындай мүмкіндік берді. Асхат ағамызға да алғыс айтамыз сол үшін. Бізде Есдәулет бауырымыз осында. Енді көп эфирге шыққысы келмейді, өзі ұялшақ. Есдәулет шын жүректен құттықтаймыз, қуаныштымыз. Бұйырса кешеде комментарийге жазып жатыр, сіз үшін қуанып жатыр, жақсы оқу орнында грантта оқысын деп жатыр. Енді Алла беріп тұр ғой, енді сол Алла аман алып қалып жатыр сіз арқылы. Қалай болды негізі жағдай? Не істеп жүрсіз? 6-ші этажда терезеден шығып, не жағдай болды ол уақытта? Кешкі сағат 10-дардың көлемінде? Кешкі сағат 10-дардың көлемінде мен Дора жағына футболға ойнауға шыққан бала болатынмын. Өзім достармен двор на двор дейді, футбол ойнағанда. Содан шыққан болатынмын. Содан кейін біраз уақыт өткен соң, енді бір 10-жарымдарға қарай адамдар жинала бастады двордың бір бөлігінде. Сосын кейін мен көрем көптеген адамдар бір жағынан қарасаңыз жинала бастады двордың бір бөлшегінде. Сосын кейін үлкен тәте апаларынан сұрап бастадым, не болып жатыр деген секілді. Сосын кейін бір жас кішкентай бала, 3 жасында ма сондай, ол терезенің алдына подоконникқа шығып алған болатын. Онда москитный сетка тұрған терезенің алдында.
Получается, терезені ашып алған бала, сосын москитный сетканың үстін ұрған ғой. Сосын жартысы уже ашылып құлауға сәл қалған болатын бала. Егер де москитный сетка құласаған артынан бала құлайды ғой бала артынан. Бірақ құдай сақтасын, конечно, бірақ сондай да жағдай болып тұрады. Қорқыныш болды ма? Содан кейін шыққаннан кейін қорқыныш болмады менде. Өйткені мен өз шешіммен нық сезімді болдым. Астымда басатын жер болды менде, ұсталмайтын жер болды. Бірақ кейде ішіне ойланам, құлап қалсам не болады, тайып қалсам не болады деген үрей болды кішкене ішімде. Бірақ бәрібір де өзім кішкентай қарындастарым бар қасымда жүрген. Мысалы мен осы дүкенге шығып кетсем дегенде, сосын дүкенге шығып кеткен кезде мен қарындастарымда жас братишка бар, енді бір жасқа толынған. Турысында жағдайға тап болса деп ойлаймын деп өзімде кішкене адамгершілік сезім ояна бастады. Сосын кейін мен ол балаларды құтқару өзімнің алдымдағы мақсат деп ойладым да. Міндетімде. Өзім балаларды құтқармасам, мен емес деген секілді жағдайға келіп қалдым. Жарайсың, Есдәулет. Бұл міне, Есдәулет бауырымыз қалай болды жағдайдың барлығын түсіндіріп айтып жатыр. Кеше көбісі айтып жатыр ғой, не болғанын түсінбедік деп. Жағдай солай болған. Москитный сетка, ол жерде ешқандай решетка жоқ, басқа жоқ. Есдәулет ойланбастан сол терезеге барып, баланы ішке кіргізіп, аман алып қалуды, содан басқа еш нәрсені ойлаған жоқ. Ал сіздер жаңағыдай мүмкін ойларсыздар, ол хайп қылған шығар, басқа нәрсе деген сияқты. Егер сондай жағдай болатын болса, егер сондай жағдай болатын болса, ешқандай адам, тіпті мен де, сен де, сіз де, басқа адамда ол жерде ол нәрсені ойламайды. Тек қана сол жердегі жағдайды ғана ойлайды. Ал бұл сол жердегі болған апамыз кеше. Кеше осы бала, мен сұрақ қойдым ғой, не үшін сен бардың дегенде. Сол бала айтты, мен, вдруг менің балам о жерде болар еді. Может, о жерде менің сіңілім болар еді деп, сол үшін бардың деп. Сосын мен осы баланы жақсы көріп кеттім, шын жүрекпен айтқаны. Әке шешесіне мың рахмет. Тәрбие берген сол үшін. Еще мен айттым, многодетный семьядан дегесін, өзімді балаларым многодетный. Сосын ойладым, молодец бала. Чисто от души барғанына өте риза болып, осы ЖК-ны тауып, поздравлять етіп келгеніммен. Рахмет саған. То, что такие... Сіз сол жақта тұрасыз ғой? Сол жақта тұрамын. Біз бәріміз болдық қой сол жерде. Сіз де болдыңыз? Иә, болдым мен де. Бүйтіп төбеге қарап, не қылдық, переживать еттік, ерсамға. Андай. Сен құласаң, конечно, мен жаман болар едім, есі құласаң. Құламады. Ана жерде құласа, о жерде инвалид болып кетсе, мен не айтар едім, әке шешесіне едім. При чем тут вы? Вы же... Молодец. Он спортивный, его надо в спорт идти. Он спортивный бала. Еще былай талптандап неткенде мен прямо қорықтым. Рахмет. Өз баламда бар, 16-да балам. Поэтому біреудің баласы ертең құлап жатса, инвалид болса, мен прямо, ну, бірақ кісілерге рахмет квартира берген үшін. Министерство образования рахмет, мұндай грант берген үшін біз бәріміз қуанып. Бір қазақпыз ғой, біз қазақ болғасы қазаққа қуанамыз. Рахмет сізге. На баланы. Рахмет за воспитание. Рахмет. Специально. Такого сына вырастили вы. Вот такой патриотический он. Его надо идти в органы, он патриотический у нас. Вот сол айтқаным сол. Ой, извиняюсь, я тут переволновалась. Вот сон был молодец. Он кеше как он, сіз білесіз бе, реакция болған. Бәрі еркек кісілер тұрды даже. Реакция бір ана кіріп кетті подъездің ішіне. Біз ойладық, сол жерде тұрады шығарды. Это его реакция, это за жизнь, такой человечность сондай адам шырып. Сол, ладно, түсірмек қойш мені. Я кішкене переволновалась. Не бұл, Есдәулет бауырымыз. Есдәулет жағдайдың бәрін түсініп тұр ғой, себебі сол жерде өзінің бауырлары да үйде ойнап жүр, мына жақта ойнап жүр, мына жақта бауырлары бар. Барлық жағдайды түсінгеннен кейін еш нәрсені ойланбастан тек қана құтқаруды ғана ойлады. Ал ана жерде москитный сетка, елімізде білесіздер, жылына, айына қаншама бала сол москитный сеткаға сүйеніп жерге құлап, кейін арты қайғылы жағдай болып жатады. Сол бір қайғылы жағдайдың алдын алып отыр. 3 жасар кішкентай ғана бала ғой, ол да еш нәрсені білмейді. Терезеге шықты, ал ар жағында не болатыны білмей тұр. Ал сәл бәрі қарап, кідіріп, телефонға түсіріп тұрса, артық жағдайдың басқаша болатын еді. Мүмкін жаңалықтарға бүгін құтқарды деп емес, ол бала сондай қабаттан құлады деп, жарақат алды деп, болмаса өмірден қош айтысты деп жазатын еді. Алла сақтады. Есдәулет бауырым, Алла разы болсын.
білім министрі Асхат Аймағамбетов ағамызға да G-парктің басшысына да үлкен көп алғысымды білдіреміз. Кеше көбі жазып жатыр комментарийде, оқу орнына түсірсінші деп осы баланы. Асхат ағамызға Алла разы болсын. Министерство образованияға рахмет. Ал жақсы, сіздерге рахмет. Айтпақшы, алғыс хатын көрейікші. Бола ма алғыс хат? Бүгін Есдәулет бауырымыз жаңа есіктің алдына келе жатсам, таксимен тоқтап жатыр, қолында алғыс хаты бар міне. Білім министріне міне. Оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов ағамыздікі. Есдәулет Есболатұлына. Ал міне, бұл сертификат Нархоз университетінікі. Ректордың гранты берілді. Құтты болсын. Оқуда ұзат бол. Құтты болсын. Шын жүректен қуаныштымыз. Рахмет бар. Көрсетеді, мен осы 20-ші мектеп бітіргем. 11-ші класым. Есдәулет бауырымыз айтпақшы, бар болған 17 жастасың е? Бар болған 17 жаста, кеше ғана міне 11-ші сыныпты бітірді. Мынау мен сынып жетекшім, Светлана апай. Осы ұстазға да үлкен алғыс білдіремін. сынып жетекшісі, мектеп директоры. Адамның қандай болып өсуі, біріншісі Алладан, одан кейінгі анасынан, ал үшіншісі сол білім алған мектебінен, класс жетекшісінен, ұстаздарынан болады. Яғни бұл жігіттің анасы да, ұстаздары да жақсы болып тұр, тәрбие берген, осында қылып өсірген. Сондықтан баршасына әйтеуір Алла өзін қайтарып отыр ғой. Енді еліңе қызмет ететін азамат бол. Жақсы, шын жүректен қуаныштымыз. Бізде Шырқалада многодетный 70 квартир бар. Сол жерде бәріміз тұрып жатырмыз. Акиматқа мың рахмет берген бізге. Соған многодетный дегенім прямо жаным жүрек етті ғой, многодетный деген. Ассалаумағалейкум аға. Бұл Есдәулет деген батыр әкесі. Осындай азаматты тәрбиелеп өсірген азамат. Келіңіз сіздікім. Ағамыз. Аға құтты болсын. Бәрі құтты болсын. Шын жүректен қуаныштымыз, қуанып жатырмыз. Ағамыз не ғой енді, біздің әкеміз бар, көп андай не қылмайды, экранға шыққан ұната бермейді деген сияқты. Бопты ма? Дейді деген сияқты. Сондықтан ағамыз сіз молодец, сізді поздравляю. Вот такой ұлды сіз тәрбиелегеніңізге рахмет. Кеше о бала құласа, ол бала кеше біз айғайлап тұрғанда, ол бала прям былай бүйтіп тұрған сеткасына. Біз кір ішіне дегенде бала тыңдамады. Сосын сіздің балаңыз резко реакция болып жүгіріп барып кіріп кетті подъездге. Вот сіз кеше көрсеңіз, сіз өзіңіз жүрегіңіз тоқтық қалар еді сіздің. 7-ші этаждан бала бүйтіп, жорғалап, өзіміз жүрегіміз, ана бала құласа не болады деп. Бүгін енді Аллаға рахмет, баланы сақтады қалар бәрі. Целый невредимый дейді ғой орыста. Соған өзіміз келдік. Аллаға шүкір, әйтеуір соңғы хэппи-энд дейді ғой. Бәрі аман, бала аман. Емі болса, Есдәулеттен. Көз аппа дейміз. Бұрын Қорталда тұрғанбыз, сол кезде мектептен сабақтан шығады, үйге кеш келеді. Мен айттым, қайда жүрсің? Ана далада дворник бар, соған болсаңыз. Болады бала. Молодец. Жүрегі таза бала да, жүрегі таза. Өзінен басқаларды ойлап. Алла сол жаққа сол күні ойынға апарып тұр ғой. Кешірек қайт ойнап барым. Кеше менің қызымды айтады, біздің дворға келеді ғой бұл балаңыз. Айтады, мақтайды да. Біз араласамыз бірге, постоянно біздің сөз не қылады қыздар, андай қарындасындай көреді бәрімізді дейді. Мен жүрегім деген бар. Молодец. Рахмет, бәріне рахмет.